Енді біз бірінші бақыт құсысын тігіп аламыз. Размерін зигзагтың 3-ке қойдық, адымын жақындаттық. Закрепка жасаймыз міндетті түрде сөгітіліп кетпес үшін. Кейбір қыздар зигзагқа закрепка жасамайды, біз міндетті түрде жасаймыз. Осылай шеттерін тігіп шығамыз. Тіккен тігісіміз мына жасыл матаға өтіп кетпеу керек. Жақсылап тек шетімен ғана зигзагты тігуіміз керек. Енді мына жерге келген кезде біз формасын шығару үшін бұлай айналдырып тігіп аламыз. Бұның өзі өте маңызды, яғни тіккен кезде көрініп тұрады. Оның барлығы узоры кәдімгідей шығып әдемі болып көрініп тұру керек. Ұштарын қиғаштап тігіп жібереміз. Мынау паутинкаларды жабысып тұрған кейін, оны тіккеннен кейін алып тастаймыз. Кейбір қыздар бар, мысалға зигзагпен тіккен кезде неге жиырылып қалады деген сияқты. Оның барлығы осы, мысалға флизелин жабыстырмағаннан матаға содан пайда болады. Флизелин жабыстырсаңыздар, осылай матаға оюды жабыстырып алып тігетін болсаңыздар, сонда әдемі тігіледі. Әдемі тігіледі и жиырылмай тігіледі. Тігі машинаны күшке салмаймыз, икеммен тігеміз. Үнемі мен қыздарым айтып отырамын, тігі машина ол сенің бір досың сияқты. Жақсы дос болсаң, ол сені ешқашан жерде қалдырмайды. Адал дос болып қызметін атқарады. Мінекей, енді біз осы гүліне аса мән беріңіздер. Бізде гүлдерде ешқандай бір гүлдің бір формасы шығып тұрған жоқ. Қазір біз соған формасын келтіреміз зигзаг арқылы. Осылай тігіп аламыз да, қайтадан қайтара отырып, гүлдің қанаттарының формасын, күлтешелерінің формасын келтіретін боламыз. Ал егер біз тек қана кескен жерлерімізді тігіп қоятын болсақ, гүлдің ешқандай формасы шықпайды, әдемі болмай қалады. Мінекей. Осылай гүлдерін тігіп аламыз. Қазір енді сіздерге жапырақшаларын қалай тігу керек екенін көрсетемін. Ал егер сіздер шетіне мысалға бақыт құсын жабыстырып, одан кейін гүлді жабыстырып жүретін болсаңыздар, маталарыңыз жиырылған уақытта, ортасын мына жерде дөңгелек етіп келістіріп аламыз. Ал енді шетінен жабыстырып тігетін болсаңыздар, дұрыс үйлеспей қалуы мүмкін, сондықтан бірінші міндетті түрде суретті жаңағы сәйкестендіріп жабыстырып алып тіккен жақсы. Енді жапырақшаларына көшейік. Жапырақшаларында сыртқы бөліктерін тігіп аламыз. Енді ішкі бөліктерін де зигзагпен дұрыстап келістіреміз. Мінекей, ортасынан бір жүргізіп аламыз. Одан кейін шеттеріне жүретін бір сызықтары бар, жапырақтың. Әрбір деталь дейді ғой, әрбір нәрсеге мән беруіміз керек. Көрдіңіздер ме? Бізде кәдімгідей формасы шықты. Енді бізге алдыңғы бөлігін, жастықшаның алдыңғы бөлігін тігіп алдық. Енді артқы бөлігін, мысалға, потайной замок тігейік деп жатырмыз. Потайной замокқа біз өзінің арнайы лапкасы болады. Ортасына қарай матаны артқы бөлігін екіге бүктеп алып, осылай потайной замокты тігіп шығамыз. Кейбір қыздар мына лапканда не үшін екенін білмей жатады. Ол бір шеті жоғы, ол замокты осылай дұрыстап тігу үшін арналған. Мен енді замокты дәл ортасына қойдым. Сіздер шеттерінен қойсаңыздар да болады, өздеріңіз қарайсыздар енді.
арт жағын екіге бөлмей ақ мүмкін полный жібересіздер ма, оны өздеріңіз қарайсыздар. Енді замоктың екінші бөлігінде осылай тігіп аламыз. Мына жерде темір кедергі келтірмес үшін қайта қозғап тұруымыз керек. Осылай тігіп аламыз. Сосын замоктан кейінгі екі матаны мысалға бір-біріне мына шеттерін қосып тігіп аламыз. Замоктың екі шетіндегі мата тұр ғой. Бер жағындағы. Соны тігіп аламыз. Мінекей, енді замогымыз біздің дайын. Мінекей, көрдіңіздер ме? Потайной замок деген тіккен кезде көрінбей тұрады. Енді мата мен матаны беттестіре отырып, екі матаны бір-біріне қосып тігіп аламыз. Бұрыштарын доғалы ретінде тіксеңіздер болады. Доғалы ретінде тіксеңіздер әдемі шығады. Көздің арнайы лапкасын ауыстырамыз. Шеттері 1 сантиметр, 1,5 сантиметр жеткілікті. Шеттерін тіккен кезде. Енді аверлоктары бар кісілер аверлоктаса болады шеттерін. Аверлоктары жоқ кісілер енді осы күйінде қалдырсаңыздар болады, немесе шеттерін тағы да зигзагпен жүргізіп шықсаңыздар болады. Енді мынандай королевский велюр ол созылатын жаңағыдай неғып кететін мата емес, сөгітіліп кететін мата емес, сондықтан ешқандай қорқыныш жоқ. Бір тігіспен тігіп қоя берсеңіздер болады. Мінекей, біз тігіп болдық. Мен ортасына қойған себебім, қазір бақырама тіккен кезде шетіндегі замок болса, кішкене әсер ете ма деп замокты ортасына қойдым. Енді шеттеріне қаласаңыздар, бақырама, шашақтар тіксіп шықсаңыздар болады. Қазір мынаны тігіп болайық. Лента тіксеңіздер болады, әдемі декоративный ленталар. Негізі мен көбінесе осындай бақырамаларды жастықшаларға тігіп болғаннан кейін осындай шетіне кейін тігіп шығамын. Кейбір қыздар бар, мысалы бірге тігіп жіберетін. Мен олай жасамаймын. Мінекей, енді біз жастықшамызды тігіп болдық. Маған шашақтар онша ұнап тұрған жоқ. Оның шашағындағы мына моншақтарын кесіп алып тастаймын. Бұл қоржынға да әдемі келеді екен, қоржынды да осылай жасасақ әдемі болады. И жастықша да әдемі шығады.